Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы күндері елімізде індеттің таралу қарқыны өсіп бара жатқаны туралы айтқан болатын. Жаппай карантин енгізілмесе де, ауру өршіп тұрған аймақтарда қатаң шаралар қайта қолға алынып жатыр. Сондай-ақ халықты шулатып жүрген вакцинациялау процесі турасында денсаулық сақтау министрлігі өз мәлімдемелерін жасаған болатын. Ал еліміздегі нейрохирург дәрігер Мыңжылқы Бердіқожаев мырза жаппай екпе жұмыстарына кімдердің нақты жауап беретіні туралы айтты. Вакцинаны қазақстандықтарға еккеннен жаппай ауру таралса, онда денсаулық сақтау министрі Цой және оның жанындағы кісілер сотталады. Сондықтан олар өздеріне үлкен жауапкершілікті алып отыр. Әрине, азаматтардың денсаулығына қауіп төнуі мүмкін, бірақ әр вакцинаның белгілі бір мөлшерде кері әсері болады. Норвегияда Pfizer вакцинасын енгізгеннен кейін бір апта ішінде 23 адамның қайтыс болғанын естіп жатырмыз, бірақ 23 адамның ішінде жасы үлкен кісілер болса, онда өлім вакцинадан болды ма немесе адамның дәм-тұзы өзі сол уақытта таусылды ма, оны айту қиындау. Үшінші сатыдан өтпеген вакцинаны қолданса, құзырлы органдар жауапқа тартылады. Вакцина салған күннің өзінде де маска кию, жеке бастың гигиенасы, әлеуметтік арақашықтықты сақтау әлі де аса маңызды, деді дәрігер мырза. Министр Алексей Цойдың елдегі жағдайға байланысты жасаған болжамы наурыз айының соңында індеттің жұқтыру саны күрт өсетіні туралы айтты. Сондықтан 1 ақпаннан бастап қазақстандықтарға ресейлік Спутник вакцинасын егуді бастаймыз, деді. Коронавирус вакцинасын ең алдымен кімдердің алатыны да айтылған еді. Олар дәрігерлер, мұғалімдер және бюджеттік қызметте жұмыс істейтіндер. Дегенмен көпшілік вакцинадан бас тартып отыр. Нақты сенімділік болмағаннан кейін бе, әлде өткен жылғы жаздағы оқиғалардан үрейленген соң ба, бұл сынақтан өтуден бас тартып жатқандар жетерлік. Ақпанда басталатын екпе жұмыстарын жылдың соңына дейін 6 миллион азаматқа егуді жоспарлап отыр. Министрлік жаппай егу жұмыстары күштеп жасалмайтынын айтып сендіруде, және егер сіз вакцина қабылдамасаңыз, жұмыстан да қуылмайды екенсіз. Яғни салдыру да, салдырмау да өз еркіңізде. Қалай ойлайсыз? Жаппай екпе жұмыстарын жүргізу тиімді болады ма? Және вакцинаның көмектесетініне сенімдісіз бе? Өз пікіріңізді, айтар ойыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.